Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz Ta'lim Muta'allim kitabын ары қарай дәріс жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз фи махиятил илми вал фиқи ва фадлихи. Білімнің маңыздылығы, жалпы білімнің ақиқаты және фиқ ілімінің маңыздылығы және оның жалпы абзалдылығы. Қали Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінен бастады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин вал муслиматин." Ілім талап ету, яғни ілім іздену әрбір мұсылман ер және мұсылман әйелге парыз деген хадис. Бұл хадисті Ибн Маджа өзінің сунанында жеткізген. Бірақ бұл жерде уәл муслиматин, яғни мұсылман әйелдерге деген сөз зияда, яғни қоспа сөз деп келтірген екен. Яғни Ибн Маджаның хадис жинағын қарайтын болсақ, ол жерде муслиматин деген сөз жоқ. Ал жалпама хадистің берілген бағасы хасан деңгейінде. Бұны имам Суйути және де басқа да ғалымдар, осындай мұхаддистер хасан деген баға берген екен. Бұны имам Анас ибн Малик жеткізген бұл хадисті. "И'лам би аннаху ла юфтараду аля кулли муслимин талабу кулли илмин." Біл, яғни әрбір мұсылманға барлық ілімді қамтуы, барлық ілімді білуі бұл жерде парыз деген сөз емес дейді. Яғни ілім талап ету парыз деген сөзден әрбір мұсылманға шариғаттың барлық Құранды, сүннетті, хадисті, мысалы барлық білімді білуі парыз деп тұрған жоқ дейді. "Ва иннама юфтараду алейхи талабу илмил хали." Оған әрбір мұсылманға парыз болған нәрсе бұл ғылым хал, илмул хал деген ғылым хал. Ғылым хал деген нәрсе не? Хал деген адамның сол жағдайы, өзінің жағдайында өзінің күнделікті керек болған ілім оған парыз болады. Мысалы бір адам балиғатқа толды ма, енді балиғатқа толғаннан кейін намаз парыз. Енді намазға қатысты нәрсенің бәрін ол білуі керек. Яғни өзінің өміріндегі негізгі қазір жағдайында қандай нәрселер оған күнделікті қажетті. Мысалы бізге күнделікті тамақ ішуге біз мұқтажбыз ғой, күнде қажеттіміз ғой. Бізге қажетті ғой. Дәл сол сияқты ғылым хал деген ілім адамға күнделікті қажетті болып тұрады. Сондықтан да оны барлық мұсылманға, яғни балиғатқа толған ақыл есі дұрыс деп өзін мұсылман санаған адам үшін ғылым халды білу барлығына парыз, міндетті екен. Кама юқалу, сонда айтылған сөз бар: "Ва афдалул илми илмул хал, ва афдалул амали хифзул хал." Ілімдердің ең абзалы ол ғылым хал, ал амалдың ең абзалы сол ғылым халды сақтау, халды сақтау дейді. Яғни адам ілімді не нәрсе алып жүргендігін қарау керек. Мысалы өзіне керектіліктен бастау керек та. Өзі ілім алудың да өзінің жолдары, өзінің реттілігі бар. Яғни адамға қазір оның жағдайына мүлдем керек емес нәрседен бастамау керек. Оған қазір не нәрсе оған күнделікті парыз, күнделікті оның білуі қажет болған ілімдерді бастау керек. Ал жаңағы екінші, үшінші реттілікте тұрған ілімдерді ол кейіннен реттілігімен алса болады. Яғни он дәл оның қазір жағдайында ол ілімге мұқтаж емес. Әрине, бірақ ол білімді алмау керек деген сөз емес. Бірақ одан да маңыздылығы қайсы екендігін білу керек. "Ва юфтараду алал муслими талабу ма яқау лаху фи халихи фи айи халин кан." Оған парыз болған, мұсылманға парыз болған нәрсесі сол ілімді өзінің жағдайында дәл қазір қайсысы керек болды, қазір оған қандай білім керек өзінің жағдайында. Мысалы өзінің мамандығына қатысты, өзінің өміріндегі жаңағы намазына қатысты, осының кез келген нәрсеге оған дәл қазір қайсысы соған күнделікті қажетті, сол ілімге мұқтаж, сол нәрсе оған парыз болды дейді. فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في الصلاة. Мысалы ол намаз оқитын болса, күнделікті ол намаз оқиды, оған сол намаздағы мөлшер, белгілі бір мөлшер оған парыз. Қандай мөлшер? Ма юадди бихи фардас салати. Парыз, намаздың парызын өтейтіндей деңгей. Яғни намаз өтелді ең аз дегенде өтелу үшін оның парыздар орындалу керек. Яғни адамның мойнынан түсу үшін. Міне ол намаз оқып жүрген болатын болса, оған намаздағы парыздарды
білетіндей деңгейде аз дегенде осыны білу оған парыз болады. Яғни парызды өтеу үшін, намаздың парыздығы мойнынан түсу үшін ол парызды білу керек. Яғни намаздың парыздары өтелу керек. Біз намаздың парыздары жаңағы 12 деп айтамыз. Ішінде 6, сыртында 6 деген. Міне осыларды білу оған парыз. Дәл сол сияқты намаздың уәжіптері, мысалы, сол уәжіптерін білу оған уәжіп болады. Яғни уәжіптерін орындау керек. Бұл парыз бен уәжіп деген нәрсе өте маңызды нәрселер. Одан кейін сүннет, мұстахаб, басқа да макрух нәрселер бар, бірақ осылардың өзін білуі аз дегенде намаз мойнынан түсіп күнә арқаламайтындай деңгейге жету да ең аз дегенде. Яғни уәжіп деген сөз, яғни уәжіп тәрк ететін болса намазда, намазы мойнынан түседі, бірақ күнә арқалайды. Сол үшін уәжіптерді білу өте маңызды. Имам Шурумбулали өзінің Нурул Идах кітабында 18 намаздың уәжібі бар деген. لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا. Себебі намаздың парыз нәрсенің орындалуына себеп болатын нәрсе соның парыздары. Яғни намазда оның орындалуы үшін сол парыздары орындалу керек. Яғни парыз, сонда намаз деген парыз орындалады. وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا. Дәл сол сияқты уәжіптері орындалуына апаратын нәрсе сол уәжіптер. Яғни сол уәжіптерді де орындаған кезде оның мойнынан уәжіптер түседі. Яғни уәжіп деген нәрсені орындайды. Сондықтан уәжіптерін де білуі қажет. وكذا في الصوم والزكاة إن كان له مال. Дәл сол сияқты Рамазан келген кездегі ораза, зекет, егер малы болатын болса, осыларды да зекет беретін адам зекетке қатысты ең аз дегендегі минималды ілімді білу керек. Яғни зекет оның мойнынан түсу үшін, сол мойнынан түсу үшін, және содан енді зекет бергеннен кейін ол үлкен сауап қой. Сол сауапты еншілеу үшін ол сол аз дегенде сол нәрсені дұрыс орындайтындай, жаңа ниеті, шарттары бәрі орындалатындай деңгейде білуі керек. Дәл сол сияқты қажылықта оған парыз болатын болса, мойнынан жүктелген болса, ол да парызды, қажылықтың парызын орындап келетіндей деңгейде білуі керек. Яғни мойнынан оның қажылық түсу керек. Дәл сол сияқты бір адам саудамен айналысатын болса, саудаға қатысты негізгі нәрселерді білуі қажет. Себебі ол күнделікті сол нәрсемен жолығады. Күнделікті адам саудамен айналысатын болса, күнде ол алдынан сауданың нәрселері алдынан шығады. Сол кезде ол не нәрсе харам, не нәрсе оған қазір міндет екенін білмейтін болса, ол күнде күнә арқалап жүрген болуы мүмкін. Немесе оның саудасы мүлдем фәсид болуы мүмкін. Яғни саудасы мүлдем дұрыс емес болып жатқан болуы мүмкін да. Қила ли Мухаммад ибн Хасан рахимахулла алейхи. Мухаммад ибн Хасан, білесіздер, имам Абу Ханифаның шәкірті, сол кісіге мындай деп айтқан екен. Лима ла тусаннифу китабан фи зухд. Неге сен зухдке қатысты кітап жазбадың? Қала қад саннафту китабан фил буйуъ. Сол кезде мен сауда саттыққа қатысты кітап жаздым ғой деп жауап берген екен да. Яғни бұл жерде айтқысы келген нәрсесі аз-захиду ман яхтаризу ани шубухати вал макрухати фи тижарати. Сол зухд деген нәрсе, тақуалық деген нәрсе, сол адамның жаңағы саудадағы күмәнді нәрселерден, макрух нәрседен сақтануы емес пе деген да. Яғни адам фих арқылы да тақуалыққа жетуге болады. Яғни тақуалық дегенге арнайы бір нәрсе жазудың қажеті жоқ. Сол адам сол фихты жазып, сол фихтағы нәрселерге амал ететін болса, макрухтардан сақтанатын болса, харамнан мүлдем жоламайтын болса, күмәндардың өзіне түспеуге тырысатын болса, міне соның өзі тақуалық деп айтып тұр. وكذلك في سائر المعاملات والحرف. Дәл сол сияқты адамның күнделікті муамалаты, өзінің мамандығы, күнделікті айналысатын істеріне де қатысты осылай. وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه علم التحرز عن الحرام فيه. Адамның күнделікті өзінің шұғылданатын, атқаратын істеріне өзінің мамандығы болады. Күнделікті мысалы біреу жаңа врач болуы мүмкін, бір адам мектепте мұғалім болуы мүмкін. Соған қатысты өзінің негізгі керек болған білімдерді, яғни ғылым халды соған қатысты болған үкімдерді ол білуі керек. Оған не нәрсе міндет, не нәрсе міндет емес, не нәрсе оған тыйым салынған шариғат бойынша. Осы нәрселерді ең аз деңгейінде білудің өзі парыз болып саналады. Себебі ол жаңа харамнан сақтану керек, және де парыздарды орындау керек деген сияқты. وكذلك يفترض عليه علم الأحوال القلب من التوكل. Дәл сол сияқты оған жүрекке қатысты болған жағдайларды да білу парыз екен. Мысалы, тәуекел ету.
адам күнделікті өмірде тәуекел деген нәрсемен жолығады, иә. Адам кей уақытта тәуекел ету керек болады. Бұл күнделікті істе адамға жолығатын нәрсе. Сондықтан бұларда да тәуекелге қатысты, тәуекел қалай жасалады, аллаға біз қалай тәуекел етеміз деген нәрселерді де білу оған міндет екен.